Міне достар, 10.342 теңге счетыма түсті, және де сіздер де осылай Каспи голдтарыңызға өздеріңіз ақша таба аласыздар. АКА проекті 23 февраля ашылған, және де бұл проект долгосрокқа негізделген. Яғни Инвестфанс онлайн сияқты сіздер де бұл жақтан ақшаны шынымен де таба аласыздар. Осы телеграм группада сіздер бақылап отыра аласыздар, яғни бұл жақта күнделікті адамдар өздерінің шығарып отқан скриндарын салып отырады, және де бұл жақта служба поддержка активно жұмыс жасайды. Яғни сізде сұрақтарыңыз болса, ол жаққа қойсаңыздар болады, қазақшада жазсаңыздар, орысша жазсаңыздар да сіздерге жауап береді. Бұның телеграмның сілтемесі описанияда тұр. Бірінші бейнероликта көрсеткен болатым, сіздерге 60 USDT осы АКА проектке құйып, және депозит жасағанбыз. 4 тарифный план сатып алдық. Бірінші тарифный план 30 USDT, қазір сәтте профитім 14.4 USDT, яғни әлі окупаймыз болған жоқ. Ал қалған 3 тарифный планда окупаймыз болып, плюс біз плюсқа шықтық. Яғни $10 құйып, уже $16 обратно шығардық. Яғни мен бұл проектте 16 күн жұмыс істеп келе жатырмын. Енді 4 күн қалды. 4 күннен кейін маған уже каждыдан 4 USDT-дан түседі, яғни таза прибыль 20 USDT болады, плюс на заморозкта тұрған 10 USDT-мізді обратно қайтарады. Яғни 30 USDT-да маған общий сумманы обратно өзіміз счетыма қайтарады. Мен потом оны шешіп алсам болады, немесе қайтан депозитқа құйсам болады. Қазір достар, сіздерге қысқаша айтып кетейін, қалай бұл жерде ақша табамыз. Сіздер 4,5 теңгені бұл жаққа саласыздар инвестиция ретінде. Потом 15 мың теңге обратно шешетін боласыздар 20 күннен кейін. Яғни 4,5 теңге ол бір тамақтың құны. Сіздер қызық ретінде құйып, өздеріңіз бір интернеттен шынымен де бірінші ақшаңызды тапқыңыз келсе, онда осыдан бастасаңыздар сіздерге ұсынамын. Яғни мынау бірінші пакет 10 USDT тұрады, бірақ та сіздер бұл жаққа 9 USDT құясыздар. Өйткені бірінші сіздер регистрация жасаған кезде $1 сіздерге тегін түрде бонус ретінде беріледі. Және де бұл 10 USDT пакетінің өзіне лимиті бар. Бір рет қана сатып аласыздар. Яғни бұл тек қана новичоктарға арналған. Сосын айта кетейін достар, сіз бір IP адреспен тек қана бір аккаунт қана аша аласыздар. Егер де сіз абуза жасайын деп каждыдан 10 USDT аламын десеңіз, бұл жақта бүкіл аккаунтыңызды заблокировать етіп тастайды. IP адресқа тоже бақылап олар қарап отырады. Сондықтан бір IP адрестен тек қана бір аккаунт ашасыз. Ашқаннан кейін сіздер бұл жаққа пополнение 9 USDT жасайсыздар. Қалай құю керек десеңіздер, депозит money кіресіздер, и мына адресқа 9 USDT жібересіздер. Жібергеннен кейін қайтадан аяққа кіресіздер. Так, make investment, и осыны таңдайсыздар. Таңдағаннан кейін төменге түсіп, и мынаны басасыздар, мына батырманы. Басқаннан кейін сіздер сатып аласыздар, и 20 күнде сіздерге обратно 30 USDT қайтарады. Күнделікті өз профитіңізді шешіп отырсаңыздар болады, бірақ немесе жинап шешсеңіз де болады. 20 күн өтеді кетеді. Сосын айта кетейін достар, ақша шешкен кезде 48 сағатқа дейін барады. Енді телеграм группада ол жайлы айтылған. Яғни адамдар вывод жасайды, бір 2-3 сағаттан кейін жаза бастайды. Мен шығардым ғой ақша, вывод қашан түседі, яғни ақшам қашан түседі. Мына жақта бір адамдар жазып жүрген. Бір сұрақты сендер одно и то же қайтадан қоя бересіңдер деп. Міне кірсеңіздер, жалпы күнделікті шығарып жүрді, и мына күні мысалы сұрап жатыр. Негізі достар, шығарған ақшаңыз 48 сағат аралыққа дейін кеп түседі. Яғни 48 сағатымыз ол 1,5 күн. Сондықтан, мысалы, бір күннен кейін түспесе де паникастамаңыздар, міндетті түрде ақша келіп түседі. Дәлелі ол мынау, мен күнде өзім ақша шешіп жүрмін, и маған да бір күнде келіп түседі. Но мен байқаған, біздің Қазақстан уақытымен сағат түскі 2-де келіп түседі өзі. Егер түнде шешсең де, күндіз шешсең де, түнгі 2-де, түскі 2-де или кешкі 6-да сондай уақытта түседі. Яғни міне $3.9 күнделік шешіп жүрмін. Мен бұл жақта 15 числодан бастап кірген екенмін, и уже 16 күн өткен екен, и күнделікті міне өзімнің дивидендімді шешіп жүрмін. Менде ешқандай задержка, там 48 сағаттан асып кеткен выводтар болмаған. Примерно 10 сағаттан келіп, 15 сағаттан келіп түседі. Немесе мысалы мен қазір сағат түскі 12-де шешсем, уже 2-де, 3-де маған түседі. Яғни 1-2 сағаттың аралықта даже түседі. Сондықтан ақша шешкен кезде күтіңіздер, сабырлықпен күтіңіздер, міндетті түрде түсетін болады. Менің атымнан кірген адамдар уже 120 USDT пополнение жасаған екен, и солардың арқасы мен тоже плюс
дополнительно $8.88 тапқан екенмін. Сіздерді мысалы адамдарды шақырып, олар депозит жазса, сіздер тоже бонус ала аласыздар. Мына жақта мысалы сізде сумма тұрады 0.1, 0.5 деп, и сіз мыналарды басасыз, мына батырман и басқаннан кейін сіздің счетыңызға мына жаққа түсетін болады. Тоже ол бір 2-3 сағаттан кейін счетыңызға түседі мына жақта, и сіз любой уақыт күні шеше аласыздар. Withdraw money қазір сіздерге көрсетпейдім, ол жақта қалай ақша шешу керектігін, и расымен түсе ме түспей ме, оны да қазір сіздерге көрсететін боламын. Бұл жақта ең главный минус, бұл жақта процент комиссиясы, яғни 20% сізді ұстап қалады. Сосын мынандай өздерінің плюстары бар екен, 31 число және де 1 число күні сіздердің комиссия нулевая болады екен. Мен оны ертең шешіп, тоже сіздерге көрсететін боламын. Withdraw деген басамын. Все, біз сәтті шығардық. Ендігі сәтте, мысалы, историяға кірсем, қазір сәтте мына ожидание тұр, яғни осыны күтесіздер, мүмкін ертең түсер, мүмкін 10 сағатта түседі, мүмкін 2 сағатта түседі, но 48 сағаттан кейін аспайды достар, міндетті түрде түсетін болады. Проект жайлы өзім телеграм группамда сіздерге отчет ретінде салып жүрмін. Егер де мені сырттай бақылаймын десеңіздер, онда телеграм группаға тіркеліп кетіңіздер, ол жақта мен салып жүрмін. Яғни қанша күн істеп жатыр, жалпы ақша төлеп жатырмын, сол жайлы ол жақта бақылап отыра аласыздар. Достар, өздеріңіздің басқа сұрақтарыңыз болса, комментарий міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Апок, келесі көріскенше.